Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Назерке. Бүгін біз 3 күндік тегін сабақты ұйымдастырған болатынбыз. Сіздерге келгеніңізге рахмет. Корей тілін бастағаныңыз келіп жүрсе, бұл курс сіздерге арналады. Сіздерді бүгінгі бірінші қадамдарыңызбен құттықтаймын. Ал бүгінгі сабақтан бастайтын боламыз. Яғни бұл курс 3 күндік тегін курста біз не үйренеміз? Сол туралы идеяға бірінші алфавиттен бастайтын боламыз. Бір күн бойы целый алфавит жаттаймыз. Екінші күні сол алфавиттермен уже сөз құрап, бірінші грамматикадан сөйлем құрайтын боламыз. Үшінші күні уже ары қарай сөздікті толықтырып, негізі корей тілі қалай шыққан? Ол ұлы Сэджон патша 1443 жылы құраған еді. Корей тілін біз хангыль деп айтамыз, яғни жазуларын хангыль деп айтамыз. 9 қазан күні корей тілі шыққандықтан сол күнді хангыль күні деп олар тойлайды. Сол күндері олар көбіне конкурстар ұйымдастырады. Ал корей тілі негізі неден тұрады? Көбісі Қытай тіліндегі иероглифтермен шатастырады. Корей тілі 40 әріптен тұрады. Оның өзінде негізі 24 әріп бар дейді, бірақ тағы да қосымша әріптер бар. 14 дауыссыз, 10 дауысты, 11 дифтонг және 5 қос дауыссыз дыбыстардан тұрады. Енді корей тілі қалай шықты? Жазуы қалай пайда болды деген сұрақ. Ол мына жерде қарап жүрсек, бірінші әріп ол бізде г, г деген әріпті айтсаңыз, бізде тамағымыздан осы дыбыс г болып шығады, соң г-ға тамаққа ұқсатып г деп шығарған. Екінші н айтқан кезде таңдаймыз, тіліміз таңдайға тиеді, сондықтан н әріпіне ұқсап шығады. М әріпін айтқанда аузымыздағы төртбұрыш кескінді суреттер пайда болады, сондықтан м соған қарап шығарған. Және с әріпін айтқанда тіліміз таңдайға тиеді, үй сияқты бір әріп шығады екен. Ең соңғысы ң әріпі. Бұл дауыссыз дыбыстардың шығуы. Ң әріпін таңдаймен қазақша ң деп айтамыз, солай шыққан екен. Ал дауысты дыбыстарды қалай шығарған екен? Оны аспанға, жерге және адамға қарап шығарған екен. Яғни горизонтальды, вертикальды және нүкте, аспанды нүкте деп алған екен. Осы мысалы жер мен аспанды қосқанда о деген әріп шығады, тікке адамға аспанда қосқанда а деген әріп шығады. Солай оны толығырақ білетін боламыз. Ал бізде 10 дауысты әріп бар деп айттық. 10 дауысты бірінші а, яғни тіке вертикальды, және аспан деген осы екеуін қосамыз, вертикальды әріптер шығады. Екіншісі яғни 2 нүкте, 2 аспан, 1 адам деп түсінсек болады. Келесі о, бұларда да қазақша о деген әріп бар. Ол яғни аның керісінше түрі. Одан яғни йо мен оның қосындысы. Одан о кәдімгі қазақша о, йо, у, ю, о, и. Соңында просто о дегеніміз таяқша, и дегеніміз тіке таяқша. Енді дауысты дыбысты біз құр өзін осылай жаза алмаймыз. Оған көмекші бізге домалақ әріп келеді. Бұл дауыстылармен бірге оқылмайды. Яғни біріншісі бізде о, и бізге алдымызға қосымша дөңгелек келеді. О, и. Просто о мен иді өзін жазсақ, олар бірікпейді, яғни дөңгелек арқылы бірікеміз. Ой деген бізде қияр, йоу деген бізде түлкі, ую сүт, ай балақай, и дегеніміз 2 деген сөз. И дегеннің негізі тіс дегенде мағынасы бар, әртүрлі мағыналары бар. Осы listening бұл бізде, яғни дітки деп айтамыз. Мен сіздерге астына діткиді салып қоятын боламын. Өздеріңізді тексеріп, жауабымен тексеріңіз деді. Яғни а, о, қайсысы айтылып жатыр. Сонымен келесі біз 14 дауыссыз әріп бар дедік. 14 дауысты г, н, д, р, м, б, с, н, ч, к, т, п, х. Осы әріптерді просто жаттайсыздар.
oqonay просто üstünden bosdim. Misol G, N, D, R, M, B, S deb shartta ketadi. Bu ular qarangiz, jana biz davosiz dibuslarni aytdik-ku-ya, misoli, жатқан ол bizga gorizontalda, al turib turgan u bizga vertikalda. So'ndықтан осы әріптің жатуына байланысты davossiz dibuslarмен birigadi. Misol A qarаңыз. A bizde vertikalda tiginan ya, so'ndықтан G qasına тоже vertikalda жатadi. Mana bular bizde vertikalda ekan. Endi aytgan кезде davossiz dibusning шығуы, ya'ni G, K түбіртіс, ya'ni tishimiz artqa, K tispен tangdayмен aytamiz. M, D, T, R tangdayмен aytу керек ekan. Yerimmen B, K, P tispен tisga tiygizamiz tilda. S, Ch, Ch. Tomoqpен X. Endi qaraymiz, yana vertikalda bizga A, O yo'q bo'lsa, A gorizontalda, ya'ni yotib turadi. So'nga байланысты A bizga vertikalda bo'lgandan G qasına tiginan keladi. Qarаңыз, O bizga yotib turadi. Yotib turgandan üstüne G üstüne tushadi. Ya'ni осылай kesteni to'ldirатын bo'lamiz. Men sizlarga Telegram kanalga solib qo'ydim. Сол жерден тегін алып толтырып үй жұмысын маған личный жіберіңіздер, иә. Ал енді тағы да сөз құрастырайық. Біріншісі К, O бізде горизонтальды, яғни жатып тұр. Сондықтан К-ны үстінен тоже жатқызып, Ко деген сөз шығады. Ол құлақ деген сөз. Келесі моja. Бұлар буынмен оқылады. Яғни бір дауысты дыбыс, бір буын. Екінші дауысты дыбыс, екінші буын, иә. O бізде горизонтальды, сондықтан үстінен тұрады. Ж бізде, А бізде дауысты, сондықтан Ж қасына келіп тұрады. Kudu аяқ киім, нам ағаш, пати джинсы, шалбар. Kudu ол жүзім. Біз дауысты дыбыс жаңа он деп айттық қой. Одан бөлек бізде құрама дауыстылар бар. Яғни екі дауысты дыбыстың біріккен түрі. Яғни бізде жаңа V деген әріптер болмады. Сондықтан біз оны екі әріп қосындысымен шығардық. Яғни A-ға I-ді қосқанда деген әріпті қоса құрап шығарған екен. Эскалатор, экскаватор. Келесі уа, мысалы о мен аны қосқанда уа. Бада в деген әріп жоқ, сондықтан уа деген әріпті қолданылады. О иді біз уа деп оқимыз. Бізде үш уа деген сөз бар. Біріншісі уа, и сон. Уа. Осы әріптерді просто жаттап алыңыз. Және 5 қос дауыссыз дыбыстар бар. Яғни қайталанған екі дауыссыздан, иә. Мысалы Г, екі Г, К, таза К. Д, екі Д, Т. П, С, Ч, иә. Бұның листенігін тіткен салып қоятын боламын. Оны өздеріңізді тексеру үшін қолданыңыздар, иә. Үй жұмысын маған жіберіңіздер. Үшінші біз патим дегеніміз ол түбірдің, яғни сөздің үшінші әріпі. Біз жаңа айттық, горизонтальды, вертикальды тігінен дейді. Осылай сөздер құрайтын боламыз. Мысалы, бізде о горизонтальды. Мұнда үш әріп, патип үшінші әріп болады. Біріншісін келетін болсақ, мысалы, су, бак. Яғни екі буын, сондықтан Г бізде астына үшінші әріп болып түседі. Бұл бізде екінші суретке сай келеді, иә. Осыдан бак. Яғни ба и К-ны біз бөлек ала алмаймыз ғой, сондықтан бұл жерде бір дауысты болғандықтан бір буын. Бір буынды біз осы бір буынға К деген патчин болып астына түседі.
фу ок. Кухня деген сөз, яғни пу ок. Екі дауысты дыбыс тұр, сондықтан екі буын. К әріпі бізде астына түсті, сондықтан ол пачим. Ан, біз жаңа айттық, а просто өзі тұрса, қасына қосымша дөңгелек әріп келеді деп. Сондықтан ан, н бізде пачим болып астына түсті. А и н деп н-ны бөлек жаза алмаймыз, ан деп бір буынды береді. Нон, рамен, суткарак, от. Бұл жерде д, яғни д, с, ч, т, осылар пачимді келетін болса, бізде д деген әріпті береді. Даже с, мысалы бізде же ос деп оқымаймыз, от деп оқимыз. Өйткені бұл жерде бітеу буын болып тұр. Сосын оны кейінірек тағы да практика жүзінде көретін боламыз, иә. Катио, екісі бірақ пачимде болғандықтан біз д деп оқимыз керек, иә. Нат, д деп оқимыз. Кот, гүл, келесі л, тал, мөл, сул, шел. Яғни лымыз бізде пачимде келетін болса, біз л деп оқитын боламыз. Мөл, тал деген сөздер. М бізде бам, мам, хим. Просто м деп оқыла береді. Бір дауысты болғандықтан бір буын. М екі дауысты болғандықтан екі буын. Хим бір буын. Б, п. Б деп оқимыз. Чип, ип, ап. Келесісі ың, иә? Жай дауысты алдындағы ың мен пачимдағы ыңды шатастырмаймыз. Бұл жерде уже оқитын боламыз. Мысалы, гон, сан, пан. Бұл жерде қазақша ың. Енді біз сабақты басталғанда бірінші аньонхасеодан бастаймыз. Рахмет айтқыңыз келсе, комапсымнида, камсамнида. Кешіріңіз болса, мянымнида, мян. Егер сабақ бітіп жатса, қоштасатын кезде аньоникасайо, аньоникесайо деген сол ғой. Яғни біріншісі жолыңыз болсын, кете беріңіз, екіншісі жолыңыз болсын, қалыңыз деген сияқты мағына береді. Касайо, қайда дегеніміз барыңыз, бұл тұрып тұрады, мына екі балаға кете беріңіз, касайо дейді, бара беріңіз. Кесайо қалу, яғни аман есен қалыңыз деген сөзді білдіреді. Осы жерге үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Өздеріңіздің атыңызды, қалаңызды, еліңізді осы жаңағы өткен алфавиттармен құрастыру керек болады. Сабақ басталардың алдында мен сіздерге чегі пёсайо деп айтсам, кітапты ашыңыз деген сөз. Бұл сөздерді жаттап алыңыз. Каждый раз мен сіздерге сабақ барысында осы сөздерді қолданатын боламын. Кітапқа қараңыз, чегі пёсайо. Жақсылап тыңдаңыз, чаль дыресайо. Дырыда деген сөз тыңдаңыз. Тықта, тыңда деген екеуі қазақшаға ұқсайды. Қайталаңыз, тарахасайо. Оқыңыз, илгісайо. Сысайо жазыңыз. Сұрақ қойыңыз деген чилмун хасайо. Яғни сабақ барысында бір сұрақтарыңыз болса, чилмун хасайо деп мен сұрақ қойыңыз деп айтам, сосын сізге сұрақ қоятын боласыздар. Жауап беріңіз дейді хасайо. Алгисайо, түсінікті ма? Чилмун дисайо, сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі сабақта өткен сөздер, бұларды обязательно дәптерлеріңізге, сөздіктеріңізге жазып қойыңыздар. Өздеріңізге пайдалы болады. Бүгінгі сабақтың өзінде сіздер қанша, бір 15-20 сөзде жаңа сөздерден таныс болыңыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Екінші сабақта кездескенше екінші күнде. Егер сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-па немесе Telegram каналға жазып өтіңіздер. Мен Instagram-ға тіркеліп кетіңіздер. Хангуго нас. Telegram каналда осы Хангуго нас, там анда бізде тегін кітаптар өте көп. Сол жерде тіркеліп келесі сабақта кездескенше.